Жануарлар әлемі қызық пен ғажайыпқа толы. Табиғат тартуының тамаша жаратылыс бөлігі. Жануарларсыз әлемде елестету мүмкін емес. Жануарлардың арқасында өсімдіктер көбейіп жатыр. Бүгін мен сіздерге жануарлар туралы топ 10 қызықты мәліметтер топтамасын ұсынамын. Олай болса, жануар патшалығы сарайына бірге сапар шегелік. Бала кезімізден бәрімізге түйелердің шөлге шыдамды екені белгілі. Бірақ қанша уақыт сусыз жүре алатыны бәріне мәлім емес. Түйелер сусыз 2 апта бойы өмір сүре алады. Блин, смотри как. Ох, блин, до сюда долетает. Түйелер 2 апта су ішпей жүре алса, ал жыландар 3 жыл бойы тамақсыз өмір сүре алады. Ұйқы адамға ғана тән қасиет емес, жануарларға да ұйқы керек. Ұйқы тірі ағзалар үшін маңызды процесс. Бірақ бұның құмырсқаларға мүлде қатысы жоқ. Себебі құмырсқалар ұйықтамай өмір сүре алады. Бүркіттердің жылдам болған сонша, тіпті олардың жылдамдығы сағатына 250 км-ге дейін жете алады. Тасбақалар ең ұзақ өмір сүретін жануарлардың бірі. Олардың өмір сүру мерзімі адамдардың өмір сүру мерзіміне ұқсайды. Олардың кейбіреулері тіпті 100 жылдан астам уақыт өмір сүреді. Жыландар барлық әлемді шарлаған жануарлар. Олар ормандарда, жазық далаларда кездеседі. Бірақ кейбір елдерде жыландар мекендемейді. Мысалы, Ирландия, Исландия, Гренландия және Антарктидада жыландар жоқ. Бәрімізге пілдердің ауыр жануар екені мәлім. Бір қызығы, олар туғаннан бері ауыр болып келеді екен. Жаңа туылған пілдің салмағы шамамен 100 кг жетеді. Ал ересек пілдің тісінің салмағы 9 кг дейін барады. Қытайда пандаларды құрметтеген сонша, тіпті панданы өлтірген адамды өлім жазасына кеседі екен. Тышқандардың сүйектері адамдардың сүйектерінен көп. Егер адамдарда 260 сүйек болса, тышқандарда олардың саны 230. Осымен бүгінгі топтамамыз аяқталды. Арнамызға тіркеліп, видеоны лайкпен қолдап кетіңіздер. Сіздерге қиын емес, ал бізге видеолар жасауға үлкен мотивация болады. Осымен видеомыз аяқталды. Сау болыңыздар.